үй тапсырмасы қандай тапсырма болды бізде? Қанша топқа бөлінді? Үш топқа бөлінді. Бірінші қай топтан бастаймыз? Бірінші топтан бастаймыз. Келе қойыңдар. Бірінші топ үй тапсырмасын айтамыз. Онша күрделі емес. Үшінші нұсқасы өте күрделі. Оны көбінесе шет елдерде әрең жоюға болады, немесе жойылмайды. Бұлар тұқым қуалап та келеді. Мысалы сахар, рак аурулары өте қауіпті болады. Адам көп тамақтанғаннан кейін, бір тамақтанғаннан кейін адамның ағзасында ісік болуы мүмкін. Онкологиялық аурулар екіге бөлінеді. Біріншісі жеңіл рак, екіншісі қатерлі ісік болып саналады. Негізінде ол үш стадияда тұрады. Біріншісі инициация, екіншісі промоция, үшіншісі прогрессия. Егерде отбасы мүшелерінің біреуінде рак болатын болса, басқа адамдарда да болу пайызы жоғарылайды. Яғни тұқым қуалауда мүмкін, қуаламауда мүмкін. түкірдің қанмен араласу, самарын бір қалып тастамау, түсу, сол сияқты бензеді. Онкогенге айналады. А репарация гені, В протоген, С ангиогенез гені, одан кейін Д иммуноген. Протоген? Орнымыздан тұрып, қолымыз көтеріп, орнымыздан тұрып. Протоген. Канцерогенездің бірінші кезеңі қалай аталады? Канцерогенездің. А промоция, В прогрессия, С инициация. Онкологиялық жаңа түрлердің пайда болуы. Яғни онкологиялық түрлердің бұл ісік болып саналады. Яғни ағзаның жасушаларының қалыптасуы болып саналады. Яғни ол қалыптасу дегеніміз бағыттан шығып, яғни бір жасушаның барлық жасушалар негізінен бір қалыпты өздерінің жұмыстары бар. Яғни сол жұмыстардың реті немесе қалыбы бұзылатын болса, сол кезде ісіктің пайда болуы шығады. Оның ішінде шектен тыс көбею болып саналады. Яғни шектен тыс көбейіп кететін болса, онда ісіктің басты мысалы болып келеді. Оның ішінде қатерсіз ісік болады. Қатерлі ісік дегеніміз ол қатер тез өседі, яғни жан-жағындағы жасушаларға тез таралып кетеді. Онкология деген тағы да ол тек қана бір рак қана емес, ол барлық рактарды зерттейді және де емдейді. Ал тағы да рактардың ішінде өкпе рагы, асқазан рагы, ми рагы, тағы да басқалары болады. Олардың себептері өте әртүрлі болуы мүмкін. Мысалы, өкпенің рагы темекі шеккеннен, тағы басқалардан болуы мүмкін. Негізгі себептері ол генетикалық мутация, жасушаның зенкі бездердің жасушалары өзін-өзі дұрыс басқара алмайды. Онкологиялық негізгі себептері ол ДНК-ның химиялық мутацияларының бұзылуы. Яғни ол рак ол көптеген ауру болып тұрады. Ол бір жағынан тұқым қуалайды, бір жағынан тұқым қуаламауы да мүмкін. Жасушалардың бөлінуі бұзылып, олар көбеюін геномның өзгеруі немесе зақымдануы болып табылады. Ісік басталған кезде иммундық жүйенің жасушалары ісік ауруларын танып, оларға шабуылдай бастайды. Егер иммунитет мықты болса, ол өз лезде ісік жасушаларын жояды. Тіпті сіз оны сезбей де қалуыңыз мүмкін. Ал егер иммунитет әлсіз болса, кейбір ісік жасушалары осы кезеңде өзіңді тоқтатады. Олар қатерсіз деп аталады. Ал ары қарай басқа ұлпаларға тарап тез дамитын жасушаларды қатерлі ісік деп атайды. Мұнда қан тамырлары мен лимфа тамырларын көріп тұрсыздар. Ісік жасушалары олар арқылы тек қана тамақтанып қана қоймай, бүкіл ағзаға таралады. Жасыл түсті Қатерсіз ісік дегеніміз ол баяу өседі және басқа да мүшелерге таралмайды. Онкологиялық аурулар қазір медицинада өте маңызды мәселенің бірі болып табылады. Қатерлі ісік
неғұрлым тезірек байқасақ, оның соғылын жөндеуге болады. Көптеген ісіктер ол сол темекімен және дұрыс тамақтанудан пайда болады. Яғни біз осы жұмысқа баратын студенттер және жұмысқа баратын адамдар таңертең таңғы уақытта тамақ ішпейді, яғни таңғы уақытта тамақтары қалады. Сол кезде ағза толықтай сол таңда оянады да, сол толықтай сол тамақты қорытуға бейімделіп сөйтіп жұмысқа кіріседі. Яғни біз сол кезде тамақ ішпесек, ол тамақтың жоқтығынан ол өздігінен жара пайда болады. Яғни ең қатерлі ісіктердің бірі пайда болады. Біз басында денемізде ауырсыну байқасақ, егер де кішкене ауырып басталсақ, яғни оны тез қаралу керек. Яғни біздің денемізде ауру пайда болып, одан бетер ушығып кетпес үшін. Шаш түсу және де бас айналуы дейді. Tabii ki olmaydı. Ісіктердің пайда болу себептері, ісіктердің пайда болу әсерлері онкологиялық аурулардың бірнеше негізгі факторлары бар. Бірінші генетикалық фактор, ол тұқым қуалайтын бейімделген. Екінші қоршаған орта, химиялық заттар, ауыр металлар әлсіреуі, иммунитеттің нашар болуы. Онкологиялық аурулар өте ауыр дерттердің бірі болып саналады. Қатерсіз және қатерлі. Қатерсіз ісіктердің ерекшеліктері олар өсу жылдамдығы аз да болады және дененің ішіндегі әрбір бөліктерге жұқпайды және оны химиялық жолмен алып тастауға мүмкіндік беріледі. Ол адамның денсаулығына өте қатты бір зиян келтірмейді. Ал қатерлі ісік ол адамның өміріне қауіп төндіреді. Ол қатерлі ісік дененің әрбір бөлігіне жұқпалы болып келеді және ол өсу жылдамдығы өте тез және бақылаусыз өседі. Және осы қатерлі ісікті алу үшін адам өз денсаулығын сақтау керек. Сол денсаулығын сақтау арқылы адам ұзақ өмір сүре алады. Білінбей дамуы мүмкін, бірақ оның көпшілігінде ортақ белгілері бар. Онкологияның ортақ белгілері ол созылмалы шашырау, ауырсыну және ісіну. Тоқтату мүмкін емес, бірақ оны қартаюды байлатуға болатын бірнеше жолдар бар. Мысалға келтіретін болсақ, дұрыс тамақтану, стрессті азайту, ұйқының тұрақты болуы, және де салауатты өмір салтын ұстану, және де бір жарты жылдықта бір рет медициналық түгел қаралудан өту жақсартуға келеді. Байланысты сұрақтар бар. Кім шығады? ДНК зақымдануына қандай факторлар әсер етеді? ДНК-ның зақымдануына көптеген факторлар әсер етеді. Оның ішінде адамның салауатты өмір салтын ұстанбай, темекі шегіп, дұрыс тамақтанбауы, сосын вирустардың пайда болуынан ДНК зақымданады. Жаңа түзіліс дегенде, онкологиялық жаңа түзіліс дегеніміз ол жасушаның ретсіз көбеюі. Дұрыс па? Өте жақсы отырамыз. Бүгінгі жаңа тақырыбымыз, жаңа сабағымыздың тақырыбы қартаю процесі туралы теорияға. Қартаю дегеніміз ол табиғи биологиялық процесс болып табылады. Адамның қартаю процесін зерттейтін ғылым геронтология деп аталады. Яғни адамның жасы келе қартаюы болып табылады. Процесінің үш түрі бар, иә? Қандай? Қалыпты физиологиялық қартаю және де рухани қартаю. Дұрыс айтасың. Қартаю процесінің қанша түрі бар дедік? Үш түрі бар дедік, иә? Қандай? Рухани қартаю, қалыпты физиологиялық. Олардың анықтамасын кім айтады? Айтамыз. Қартаю дегеніміз, яғни кәріліктің шектен тыс ерте келуі болып саналады. Яғни қартаюдың ерте аян беруі болып саналады. Рухани қартаю.
бұл адамның жасына қарамай ішкі жан дүниесінің өзінің ой санасының ерте қартаю, яғни басқа нәрселерге қызықпау, адамдармен араласпау деген сияқты. Негізінен қалыпты физиологиялық қартаю бұл негізінен егделіктен кейінгі жас қалпында байқала қоймайтын физиологиялық құбылыстардың бірі. Және салыстыра алады. Қартаю процесінің басталу факторларын талдайды. Балалар, сіздер білесіздер ме, Финляндия орташа алғанда ең төмен өмір сүру ұзақтығы және жүрек қан тамырлар аурулар өлім жітім көрсеткіші өте жоғарғы, яғни 2,7 есе, ал ишемиядан 3,2. Кәне ойланып көрейік. Бала, ол елдің осындай ауру көрсеткіші және өмір сүру ұзақтығын ең жоғары көрсеткіш болу себебі бірде бір нәрсе, бұл жерде су және топырақ құрамында зерттеген кезде селен жетіспейтіндігі анықталған екен. Қартаю дегеніміз адамның жасы ұлғаюына байланысты қартаю болып келеді. Олар уақыт өте күштің жоғалуы, яғни әлсіреуі болып саналады. Қартаюдың алдын алу. Біз біріншіден дұрыс тамақтанып дұрыс режимға білсек, тез қартаймаймыз, яғни алдын аламыз. Мысалға, біз майлы тамақтар тек сондай зиян тамақтарды жей берсек, ол бетімізде түрлі жаралар шығып, тез қартаямыз. Тек жеміс жидекпен қоректеніп және пайдалы дәрумендермен қоректенсек, қартаюдың алдын алуға да болады. Және де күніне 30 минуттай болсын спортпен айналысу. Және де күн астында көп жүрмеу, күнге қарсы түрлі кремдерді жағу, ультра күлгін сәулесінде сақтану, ол да қартаюдың алдын жұмыс істеуіне әсер етеді, және ол энергия төмендейді, адам денсаулығына әжімдер пайда болады, тері жұқарады, және көңіл күйдің тез өзгеруіне әсер етеді. Адамның қартаю процесі биологиялық процесс болып табылады. Және де осы адамның қартаю процесін зерттейтін ғылым геронтология деп аталады. Осы адамның қартаюын алдын алатын және де адамның ауруларын, қарт адамдардың ауруларын алдын алатын ғылым ол гериатрия деп аталады. Яғни осы қартаюға байланысты көптеген аурулар бар, және де осы адамның қарт толуы, тұқым қуалау арқылы осы денесінің жасы кішкентай болса да өзі қарт адамға ұқсайтын болып туылады. Уақыт өте келе иммунитет азая бастайды. Яғни бұл иммунитет қартайған сайын бізде ағзадағы бактерияларды және де басқа да вирустарға қарсы тұра алмай жатады. Сол кезде адам денесінде қартаю белгілері көріне бастайды. Өте келе өзгеруі. Пайда болатын әжімге әкелетін тері қабаты. Дерма. Шарты, мен сіздерге сұрақ қойған сайын бір қадамнан басып отырасыңдар. Қартаю дегеніміз не? Адам ағзасын уақыт өте келе әлсіреп немесе қиындау. Біріншісі генетикалық және де неогенетикалық және де молекулалық. Қартаю дегеніміз не? Жасушаларын жақындап және де тездетуді баяулатады. Баяулатуға не көмектеседі? Дұрыс тамақтану, спортпен шұғылдану және де денсаулықты дұрыс сақтау. Бүгінгі жаңа тақырып түсінікті, барлықтарына. Бүгін бөлінген 3 топқа бөлінген, 3 топта керемет дайындық, барлықтарына жақсы бал, өте жоғары бал қоям. Және соңғы қорытындылай келсек, кері байланыс. Берілген тапсырмалардың қайсы қызықты болды, кім айтады? Маған қызық болған ойын ол сұраққа жауап берсек, мәреге кім бірінші жетеді деген ойын. Сұраққа жауап берген адам орнынан жылжып отырады. Сол ойын өте қызық болды. Өте жақсы. Рахмет балалар.